Ақыр заманда адамдар таңда тұрып, Құран оқу үшін мұсхафты ашқан кезде аппақ парақтардан басқа ештеңе таппай қалады. Имам әд-Даримидің сунанында келген хадисте Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху былай дейді: "Аксиру тилаватал Құран қабла ан юрфа". Құран кәрім көтеріліп, жойылып кетпей тұрғанға дейін оны көбірек оқыңдар деген кезде сахабалар айтады: "Хадил масахиф турфа". Мына Құран, жазылған Құрандар, мұсхафтар жойылады ма? Факайфа бима фи судур рижал. Адамдардың жадында жатталып, көкірегінде сақталған Құранның жағдайы қалай болады деген кезде юсра алейхи лейлан фаюсбихуна минху фуқара. Сол түні, бір түннің ішінде жадыларда жатталған, жазылған Құран жойылып, олар Құраннан мақрұм қалады дейді. وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Тіпті олар ла илаха иллаллах сөзін ұмытатын болады. وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَشَعَرِهِمْ. Солайша олар жахилиеттің, надандықтың сөздеріне, жырларына қайта оралатын болады дейді. Және осы хадис жинағында келген басқа риуаятта: "Ла юсраянна алал Құран зата лейлатин фала ютраку аятун фил мусхаф вала фи қалби ахадин илля руфиат". Сол түні Құран міндетті түрде күмәнсіз жойылатын болады, көтерілетін болады. Солайша ешбір мұсхафта бірде-бір аят, адамдардың жадында жатталған бірде-бір Құран қалмайтын болады дейді. Құрметті бауырлар, Құран көтерілмей, жойылмай тұрған кезде Құранды оқып қалайық. Қазіргі таңда Құран оқуға бізде үлкен мүмкіндіктер бар. Алла Тағала бізге көп жеңілдіктер жасап қойған. Құранды оқиық, жаттайық, соған сай амал етейік. Алла соны бізге нәсіп етсін.